Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жылда халықтың бәнтілігін тәмейлеу һәм камбағалықты қысқарту ләжлар хақындағы қарары бойынша 2025 жылы бұқараларды дәрәмәтлі минетпенен тәмейлеу бағдарламасы һәм оның шеңберінде мақсатлы көрсеткіштер тасдиқланды. Атап айтқанда, диқан қожалықтарында ысқаналар құру, гүлшілікпенен шұғылану, бағылар жарату, шаруашылықты, құшылықты рауажландыру, сондай-ақ қитақ жерлерден нәтижелі пайдалану арқылы бәнтілікті тәмейлеу белгіленген. Бұл бағдарда республикамызда әмелге асырылып жатқан жұмыслар менен танысу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы ауыл қожалығы министрлігі тарапынан ғалаба хабар құралдары уәкілдері үшін пресс-тур жүргізілді. Hamma bir insanlar shunday qilib mevalarni tarbiya bersa, butun vatanimiz, bozorlarimiz, xonadonimiz bir arzonchilik, mo'lchilik, to'kin-sochiliq bo'ladi-da. Жердің тілін білу, онан ақылға ұғырас пайдаланып, топырағымызға, климатымызға бейімлескен түрлі дақылларды жетілістіру, базарларымыздың төгін шашын болуында, бағалардың тұрақтылығына ерсуде үлкен ахметке ие екенлігі тәжірибеден мәлім. Бұны жақсы түсінген Тақиятас районындағы бақшылыққа қанегелескен еркін кенегес фермер қожалығы басшылығы Бағман Ибрахим Жұмамұратов 2,5 гектар жерде әрқилы меуе нәрлерін егіп, онан делегендей зұраат жетістіріп кетірген қожалықлардан пресс-тур қатынасушылары бұл орында болып, қожалықтың жұмыслары менен танысты. Ибрахимаға бағлар 40-50 жылдан аслам көбірек өмір сүреді дейді. Бұл қанша ел дәрежеде хақиқат? Енді өзіміз қарасақ, саламаттыққа қарасақ, біз сағлам боламыз. Şu айтылғандай, мейваға, әгер енді мейва беріп башлағаннан кейін, şu қарамсақ, берген мейвасын ап тұра берсек, мейва мүршейіп тұра береді, өсмейді. Тек ана күшін мейваға беріп тұра береді да. Енді мейваны қырқып барылса, мейваны жылда қырқу керек. Жылда олай қырқып шәкіл беріп қырқып башланса, şu қырққаннан кейін таза шақа шығатын болса, төменнен таза тамыр ташиды. Демек, оның тәнәсін төмендегі тамыры да жаңарып тұрады. Одан кейін тәні ені жашарып, жаши береді да. Мына біздің мына мейваларымыз мінекей ең алды 2006 жылғы еккен алмаларым қазір тым пәкізді хасыл беріп тұрыпты. Бақшылықта базар талабынан келіп шығып жұмыс алып бармасаң, зиянға ұшырайсың. Сондықтан да Бағман жеріне мейвелердің жаңа сортларын әкеліп егуді жақсы жолға қойған. Мысалы, Ферғана уалаятынан әкелінген түрк анжыры, ісфарх ерік, соқ көзалы алмасы, шабдалдың әрқилы өнімдарлы мазалы сортлары биыл дәслепкі мейвелерін көрсеткен. Әрбір бағман бәрі-бір өзінің атында өзгеше бір мейвелерді базарда бір қаридары көп өнімді жетістіруді қалайды. Сіз бір өзіңіз неше жылдық тәжірибеге ие бағман сипатында бір жаңа сортларды бір жетістіріп сол үстінде істеп жатырсыз ба? Дұрыс, бұрын бағымыз 8 болып егіліп еді, соғадан кейін арасын 8-ға 4 қылып алманы толық толтырған болдық. Енді о арада Жеромин болды, Делишес деген алмалар болды, ерті пішір қырмызақ деген алмалар болды. Енді бір 5 жыл, 6 жыл болған алмаларымыз енді белдестадай болып тұрған. Лекін бізге жақмай қалды да, соның бәрін жаңағы таза сортқа өткен жылы соқ көзәлі деген алмаға сабайық. Şu бір 200 түп алма бір сорт болып қасын, июн айында шықсын таза ерті. Біздің өзімізде Қарақалпақстанда херлі диярлі жоқ есабы кәм. Со ерті пішер июн айында соқ көзәлі деген алма болсын деп, біз барлық алмаларымызды соқ көзәліге өткен жылы жарма сабық дейміз, іскана пайван қылып, сабып өткен жылы сондай қылдық. Мінекей, азыр көріңіз мүмкін, диярлы толық тұтып, шәкіл беріп, қарап атырмыз. Биыл мейва былтыр сапқан болсақ, биыл бір аз мейва көркезіп атырыпты. Кенді келесі жыл толық мейваға кірішіп кетеді. Келесі жыл, құда қыласа соқ көзәлі ерті пішер июн айында базарларымызды ерті пішер алмамынан толықтырамыз деген үміттеміз. Пресс-тур қатынасушыларының кейінгі мәнзелі Қожелі районындағы фермер қожалығы болды. Бұл орында жаңадан шөкемлестірілген 32 гектар майдандағы бағдың жұмысларымен жақыннан танысты. Фермерлермен сөйлестік, ауыл қожалық қанегелермен көріңлесіп, олардың кеуіл кейпиятын білдік. Жүде жақсы затлар болып атқан екен. Мен өзім көріп, әуесім келді. Себебі бұрылары фермерлерде техниканың өзі жоқ еді. Қазір әрқилы техникалар, заманауи техникаларға ие болып, судың үнемдеуші үскенелерді пайдаланып, мол өнім жетістіріп атқан екен. Мен жүде қуандым. Себебі диқанда дәрәмат болса,
диханда аз-маз қожалыққа дарамат кірсе, ел бай болады. Елдің дастұрханы толы болады. Түркиядан, Ферғанадан, басқа елдерден әкеп атқан мейве сортларын әкеп жетістіріп атқан екен. Базардың жағдайынан келіп шығып істеп атқан екен. Мен қуандым оларға. Фермерлердің жұмысларына табыс тілеймін. Елімізде азық-түлік қауіпсіздігін тәміндеу, диқаншылықтан өнімдарлықты арттыру һәм экспортқа сапалы өнімдер шығару ахметлі мәселелердің бірі. Сондықтан да фермер қожалықтары һәм қитақ жер иелеріне мемлекетіміз тарапынан беріліп отырған жеңілдіктер базарларымыздың төгін шашын болуына бәнділікті тәмінлеуде үлесі мол.